Біз әйеліміз екеуміздің бір жаман әдетіміз бар. Кешке үйге келгенде есікті кілтке жаппаймыз. Таңертең жұмысқа шығар кезде әдеттегідей есік ашық болады. Бір-бірімізден сұрай бастаймыз, кім соңғы рет шықты деп. Бірақ әрине соңғыны таба алмаймыз. Бір күні түн ортасында кілттелмеген есігіміз тарс етіп ашылды желден. Әбден қорқып кеттік, бірақ әдет қалмады. Кеше түнде болған оқиға біздің өмірімізді кілт өзгертті. Осы күннен бастап есікті кілттеп жабу біздің бірінші міндетімізге айналды. Менің үйім, менің қорғаушым деген сөзден не пайда, есігің жабылмаса. Түнде ұзақ ұйықтай алмадым. Бір кезде есіктерді тексерейін деген ой келді. Ерініп барғым келмеді, бірақ біреу итеріп тұрғандай болды. Амалсыздан тұрып коридорға шықтым. Есіктің алдына барып көрсем, есік тағы ашық екен. Тағы жаппаппыз ғой, деп ойладым да, кілтті 2 рет бұрадым. Ойланып тұрып, тағы 2 рет бұрадым. Кетейін деп тұрғанда, есіктің артында біреу тұрған сияқты болып естілді. Тыңдап көрсем, соқыр адам есікті алақандарымен ұстап көріп жатқан сияқты. Есіктің тұтқасын іздеп тұрғандай болып көрінді. Бір кезде тұтқа әрі-бері жылжи бастады. Есікті ашпақшы болды біреу. Сосын түсініксіз дыбыстар шыға бастады. Біреу сыбырлап сөйлеп жатқанда естілді. Есіктің глазогына қарасам, ештеңе көрінбейді. Бұл кім? Деген сұраққа ешкім жауап бермеді. Бір кезде денем бір сәтте мұздап кетті. Жүрегім шаншып ауыра бастады. Бөлмеге қарай жүре бастадым. Әйелім оянып, маған қарай келе жатқанын көрдім. Орныңда тұр деген белгі бердім. Оның түрі сүр болып кетті. Менде ешқашан пайдаланбайтын бір зат болған. Сол есіме түсіп кетті. Былтыр туған күніме інім сыйлаған видеокамера болатын. Сыртқы есіктің алдына қаратып орнатып қойғанмын, бірақ пайдаланбайтынмын. Басында 1-2 рет қызығып қарадық та, сонымен ұмытылып кетті. Сол камера есіме түсті. Компьютерді тез қосып, камераға қарай бастадым. Әлі күнге дейін өкінемін қарағаныма. Әйелім де көрді бәрін. Камера қосылған кезде көрінген нәрсе өте қорқынышты болды. Басына капюшон киген сияқты, бірақ беті жоқ фигура. Тырнақтары ұзын саусақтармен площадкада 4 есіктің тұтқаларын кезекпен-кезек тартып жүргенін көрдім. Барлық есіктердің глазоктарына қайта-қайта қарап жүр. Менің есігіме 3-4 рет келіп тұтқаны тартты. Біздің қорыққанымыз соншама, ішімізден білген Құранымызды оқи бастадық. Қанша уақыт өткенін айта алмаймын. Уақыт тоқтап қалған сияқты болды. Бір кезде байқадым, терезелерде таң ата бастады. Әлгі фигура аяғымен кеткен жоқ, жерге ағып, жоқ болып кетті. Ертесіне пәтерімді сатамын деген хабарлама бердік. Әрі қарай бұл үйде мен тұра алмаймын, деді әйелім. Өтінемін, есіктеріңді түнде кілтке жауып жүріңдер. Алла сақтағанды сақтайды.